Сен қаншада тұрсан да, главный кешке дейін жұмыстарын бәрін бітіріп тастасаң. Айгүл, негізі қазір азанда келіндер ауылда азанмен тұрып боянады дейсің ба, сонда қазір барлығы? Енді ондай келіндер де бар ғой. Азанда тұрып бірінші өз-өзіне қарап, дұрыстап, әдемі болып жүру керек. Кешке дейін ауылда тұрдым екен деп қалай болса солай жүру дұрыс па? Сағат қанша болып жатыр? 12 ғой. 12-де әлі боянасың, а? Жұмыс істейтін уақыт боянып ше. Негізінде сен қаншада тұрсан да, главный кешке дейін жұмыстарын бәрін бітіріп тастасаң болды емес па? Я сен бірақ 12-ге дейін қазір не бітірдің деген сияқты ғой. Жоқ, мен кешке дейін бәрін бітірсем болды емес па? Дұрыс па? Азанда уже завтрак кетіп қалды ғой. Завтра обед қылып сразу жасаймыз. Жоқ, қара. Дәде екеуміз ашыпсың мысалы. Асқазан біреуге керек па? Сен өз асқазанын тойдырып жүре берсең, келін не біреудің асқазанын тойдыру керек па? Не, келін главный тұрып жұмыстарын істеп жүрсе болды емес па? Ал асқазан өзіндікі, денсаулық өзіндікі, тұрып жей бер тамақ. Ол сол үшін мен қыздардан сұрағым келіп тұр, келіндерден болашақ болсын, қазір келін болып жүрген. Сіздер не істейсіздер? Бірінші азанмен тұрып боянасыздар ма? Мен келінмін ғой. Сразу завтрак істейсің. Ал Ая, сен не істейсің? Мен обед сағат 2-де тұрамын да сразу жасап боянамын. Саған аза мен 2-3-те тұрамын ғой, короче. Шындығын айтатын келін екен, шындығын айтады екен. Айтады бұл шеше. Екі қабатта просто сен келмейсің. Туп болсын. Екі қабат болмай Осы тұрыпты. өтірік болды ау. Ол осыны жаттап алыңдар, кейін туп болғансын көрсетемін сендерге. Сонымен жаза кетіңіздер, сіздер не істейсіздер азанмен тұрып. Ал енді біз бүгін ауылда, мен ойлап отырмын да, бірдеңе жасағым келіп отыр, бірақ магазинге баруға ерініп тұрған бар, сол осы ауылдағы не бар, қандай өнім бар, соның бәрін жинап ойлап отырмын, бір тамақ істесем ба, не істесем екен деген сияқты. Соны сіздер қалай ойлайсыздар, қандай тамақ істейді деп ойлайсыздар осы ауылдағы өніммен? Бар нәрсемен жасаймын ғой бүгін. Үйде мына ауылда не бар, жан жақта, сонымен жасаймын. Я енді соған бірінші шелегімді алып алайын дедім мына қолыма. Енді бірінші ойыма сол келіп тұр. Енді не істейміз қазір, дальше көреміз. Сіздер өз ойларыңызды жазып отырыңыздар. Негізі мен екі сиыр тұр, маған екі сиыр берген, қайсысын саласың қара деп. Жода маған мына сиыр немшегі ұнап тұр. Себебі бұнкі дәу болып тұр, бүйтіп қолға мына дейін кіретіндей ыңғайлы. Ананкі кішкентай болып тұр, сиырлары ыңғайсыз, еще соғып қалған. Надо сүт нормальный бар сияқты мына жақта. Көрейік енді. Болды ғой, мен келін болуға дайынмын ғой, сиыр басқа не керек бұдан? Мені сынап керек емес сияқты. Басқа кісіні сынау керек болып тұр сол енді басқа жағынан. Сиырды сауып алдық, сүт керек еді, сүтті алып алдық. Енді негізі сиырды кешкісін сауады ғой, бірақтан ашық қалмайық деп бір нәрсе жасайық дедік үйде. Енді мына жатқандар керек болып қалатын сияқты негізі. Неткен керемет дастархан. Сиырды сауып алдық. Сиырды сауып алдық, сүт керек еді, сүтті алып алдық. Енді негізі сиырды кешкісін сауады ғой, бірақтан ашық қалмайық деп бір нәрсе жасайық дедік үйде. Енді мына жатқандар керек болып қалатын сияқты негізі. Енді білмейтін болсаңыздар, осындай тезектерді білесіздер ма, бұрын отқа жағып сонда бірдеңе істейтін еді ауылда. Мен өзім оны көрмегенмін, бірақ туысқан үйіне барған кезде көріп қалғанмын. Содан кейін сол миыма келді де қазір соған керек болып қала ма деген ой болып тұр енді.